Педофилия күдігімен сотталған америкалық Джеффри Эпштейннің құжаттарында Назарбаев пен күйеу баласының аты жөні не істеп жүр? Тасмағамбетов төрағалықтан түсетін болды. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Бішкекте саммиті өтпек. Бразилияның бұрынғы президенті Жайыр Болсонaro мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айыппен 27 жылға сотталды. Армысыздар, назарларыңызға сәрсенбі қарашаның 26 күнгі маңызды оқиғаларды ұсынамыз. Азат Ньюстың көбірек көрілуі сіздердің қолдарыңызда. Лайк басып, тақырыптарды талқылап, пікір жазып отырсаңыздар. Қазір ақш-та қатты талқыланып жатқан Эпштейн құжаттарында Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен оның марқұм күйеу баласы Рахат Әлиевтің де есімі аталды. 12 қараша күні ақш үкіметі Джеффри Эпштейннің архивінен алынған 20 000 парақ болатын құжатты жариялаған еді. Әлиев пен Назарбаевтың хаты Эпштейннің 2011 жылы 8 қарашада адвокаты Рид Уайнгартенге жазған электронды хатында аталады. Рахат Әлиев мырза өз ісін Вашингтонға дейін жеткізу арқылы түрлі мақсатты көздеді деп басталатын хатта Қазақстан саясатындағы ең ірі жанжалдың бірі Назарбаев пен Әлиевтің текетіресі әңгіме болған. Эпштейннің жазуынша Әлиев Еуропада тұрып жатқан ақштан пана сұраған, Қазақстанда тәркіленген 2 миллиард долларын қайтаруға талпынған. Жоқ дегенде ақш дипломаттары арқылы Назарбаевтың беделінен нұқсан келтіруді көздеген. Алайда ақш бұл дауға араласпауды жөн көрген. Бұл туралы құпия дипломатиялық хаттарда Қазақстандағы ақш елшісі екі жақта Назарбаев та Әлиев те бізді өз пайдасына қолданғысы келеді деп жазған. Сонымен бірге хатта 2008 жылы Әлиев ақштағы бір лоббист фирманы жалдап, Конгресс мүшелерімен байланыста болғаны жазылған. Лоббист компания өкілі 2010 жылға дейін Әлиевтің мүддесін қорғап, Конгресстің бірнеше мүшесінің кеңселеріне шыққан. Солай Конгресте Қазақстандағы адам құқықтарының жағдайын сынау үшін депутаттарды жұмылдырған. Рахат Әлиевті режим құрбаны ретінде көрсетуді көздеген. Эпштейннің адвокатына жазған хатынан үзінді келтірейік. Назарбаев мырза, жасы 70-те, бұрынғы металлург советтік дәуірдегі партия қайраткері, 20 жылдан бері билікте, Орталық Азиядағы ең қарқынды экономиканы басқарып отыр. Алайда құқық қорғаушылар оны оппозиция өкілдерін қуғындады деп ұзақ жылдар бойы сынап келеді. Әлиев мырза, жасы 48-де, бұрын салық полициясының басшысы, сыртқы істер министрінің орынбасары және Қазақстандағы КГБ-ның баламасы саналатын мекеменің жетекшісі болған. Бірақ сыншылар ол туралы ықпалын пайдаланып компанияларды тартып алғанын, кейде күш қолдану арқылы қорқытатынын айтты. Бұдан бөлек Әлиев ақш әділет департаментіне бұрынғы қайнатасының америкалық мұнай компанияларынан Қазақстандағы кен орындарын алу үшін пара алғанын дәлелдейтін құжаттарды беруге дайын екенін хабарлаған. Қазақстанда ұзақ жылдары бойы лауазымды қызметтер атқарып, Назарбаевпен даудан кейін шетелге қашып кеткен экс-президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев 2015 жылы жұмбақ жағдайда Австрия түрмесінде өлі күйде табылған. Австрия билігі оның суицидтен қайтыс болғанын мәлімдеген. Бірақ Әлиевтің екінші әйелі жалдаған адвокаттар оның кісі қолынан қаза тапқан болуы мүмкін екенін айтқан. Эпштейн құжаттары деген не және ол кім? Осы сұрақтарға да жауап бере кетейік. Педофилия күдігінен туған америкалық инвестор Джеффри Эпштейн дауы ақштағы және өзге елдердегі ең ықпалды саясаткерлердің аты аталған қылмыстық іс. Бұл істі тергеу барысында Эпштейннің үйінен табылған құжаттар мен куәгерлердің айтқандары оның әлемдегі ықпалды саясаткерлермен, қаржы магнаттарымен және танымал тұлғалармен тығыз араласқанын көрсеткен. Эпштейннің өзі 2019 жылы көз жұмсада, оның ісі қазірде саяси талқыға ықпал етіп отыр. Мәселенің мән-жайы алдағы видеода айтылады. 1990 жылдары ақш қаржы нарығында хедж қор басқарып байыған Джеффри Эпштейн 2008 жылы кәмелетке толмаған жасөспірімді жыныстық әрекетке тартты деп айыпталды. Атап айтқанда 2005 жылы ақштың Флорида штатында 14 жасар қыз бен оның ата-анасы Эпштейн сексуал зорлық көрсетті деп полицияға шағым түсірген. Кейін штат прокуратурасы қаржыгердің Палм-Бичтегі үйін тінтіп, оған кәмелетке толмаған азаматпен жыныстық қатынасқа түсті деп айып таққан. Көп өтпей бұл іс федералды деңгейге өтіп, тергеу 2 жыл жалғасты. Кейін мемлекеттік айыптаушы Эпштейн қорғаушылармен құпия келісімге келіп, қаржыгер 2 жеңіл айып бойынша 18 айға бас бостандығынан айырылды. Ол түрмеден шыққаннан кейін сексуал қылмысы үшін ресми тіркеуге алынған.
Эпштейн 2019 жылы жыныстық эксплуатация мақсатында адам ұрлады деген айыппен Нью-Йоркте ұсталып, көп өтпей метрополитен түзету орталығындағы бір адамдық камерада оның өлі денесі табылды. Оны айыптау кейсіне көптеген адам жәбірленуші ретінде қатысса да, Эпштейн айыбын мойындамаған. ақш-тың әділет департаменті сот медициналық сараптамадан кейін оны суицид жасады деп мәлімдеген. Эпштейн сот өтпей 6 жыл бұрын өмірден өтсе де, оның ісі әлі күнге дейін ақш пен Ұлыбританияда қызу талқыланып келеді. Себебі оған тағылған айыпқа батыс елдеріндегі ауқатты азаматтар мен саяси тұлғалардың да қатысы бар болуы мүмкін екені айтылып келеді. Олардың қатарында ақш-тың бұрынғы президенті Билл Клинтон, ағылшын королінің ағасы Эндрю Уиндсор және қазіргі Ақ үй басшысы Дональд Трамптың есімі де аталып жүр. Трамп билікке келгелі ақштағы Демократтар партиясының өкілдері Эпштейн кейсіне қатысты құжаттарды толық жариялауды талап етіп келеді. ақш президенті бастапқыда бейтараптық танытып, кейін өзінің Эпштейнмен байланысы туралы бірнеше құжат құпия түрде жарияланып кеткеннен кейін, кейс құжаттарының толық жариялануын талап ете бастады. Ақ үй басшысы Эпштейнмен таныс болғанын, бірақ заңсыз әрекеттеріне еш қатысы жоғын айтып келеді. I was not a fan of Jeffrey Epstein, and you watched people yesterday saying Нью-Йорк Таймс газетінің жазуынша, Трамп құжаттардың жариялануы демократтар беделіне де нұқсан келтіреді деп жария етуді талап етуге көшкен. 19 қараша күні ақш конгресі Эпштейн құжаттарын жариялауды мақұлдап дауыс берді. Трамп та оған бірден қол қойып, бас прокуратураға кейс деректерін 30 күн ішінде толық жариялауды міндеттеді. Бас прокурор әзірге 33 мың құжатты жариялағанын, процесті заң шеңберінде жүзеге асыратынын айтты. Эпштейн файлдарынан Нұрсұлтан Назарбаев пен Рахат Әлиевтің арасындағы текетірес туралы ақпараттың шығуы жөнінде Қазақстан оппозициясының шетелдегі бюросы деп аталатын топтың жетекшісі Серік Медетбек мырзамен сөйлестім. Ол қазір Германияда тұрады және шетелге кетуіне экс-президенттің күйеу баласы Рахат Әлиевтің қудалауы себеп болғанын айтқан. Қысқа нұсқа сұрақ жауапқа назар аударайық. Серік мырза, Эпштейн файлдарында жазылғандай, Рахат Әлиев ақш конгрессмендерін қайын атасы Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы пайдаланғысы келгені рас па? Сізге бұл туралы не белгілі? Вам об этом известно? Вы знаете, это абсолютная правда. Бұл айтылғанның бәрі шындық, түсіндірейін. Себебі біз Рахат Әлиевтің лобби компаниясына қатысты тергеу жүргізгенбіз. Ол компания ERGI деп аталды. Бір кездері ERGI-ге Арканум тобы да кірген. Әсіресе Бытабанктың дауылысында олардың аты жиі аталды. Есіңізде шығар. Сол кезде Рон Вахид сияқты адамдарды да жақсы білетін боларсыз. Олар Рахат Әлиевтің мүддесін ақш конгресінде лобби арқылы қорғаған. Рахат Әлиева в Конгрессе США. В этом письме Эпштейннің өз адвокатына жолдаған осы хатында Рахат Әлиев 2 миллиард доллар қаражатына алаңдағаны жазылған. Әлиев пен Назарбаевтардың мүлкін, байлығын көп жылдан бері зерттеп жүрген адам ретінде айтыңызшы. Бұл 2 миллиард доллар қандай қаражат? Нақты қандай мүлік туралы болуы мүмкін? Активах может идти речь. Когда Рахат Әлиев бежал из Казахстана, Рахат Әлиев Қазақстаннан қашқан кезде не болғанын есіңізде шығар. Сол кезде Дариға Назарбаева онымен факспен хат жіберіп ажырасқаны белгілі. Ал Рахаттың өзі жаңа фамилиясын алып Шораз болуға дайындалып жүрген. Елнара Шораз сол уақытта Австрия азаматтығын алған, әрі Рахат Әлиевпен бірге елшілікте жұмыс істеген. Әңгіме Рахат Әлиевтің Қазақстандағы активтері туралы болып отыр. Оның бір бөлігін Қазақстаннан шығарып үлгерді, бірақ бір мезетте қалған активтері ел ішінде бұғатталып қалған. Кейін ол қайтыс болған соң бұл активтер заңды мұрагерлеріне, яғни Дариға Назарбаеваға және Нұралы Әлиевке өтті. Сіздерге белгілі OCCRP Панама құжаттары туралы ірі зерттеу жүргізген. Сол материалдарда Нұралы Әлиевке қатысы бар делінген 1 миллиард доллар көлеміндегі қаражат жайлы айтылған. Рахат Әлиев Қазақстаннан шығармақ болған қаржы осы. пытался вывести из Казахстана. Рахат Әлиевтің атында қазір Еуропада, ақшта қандай да бір мүлік, мол қаражат қалды ма? Или в США? Ну, у Рахата Әлиева только осталось его надгробие, да, на кладбище. Рахат Әлиевтің өзінде Вена қаласындағы зиратта құлпытасы ғана қалды.
Бұрын оған тиесілі болғанның бәрі кейін оның жесірі Елнара Шоразға, сондай-ақ Дариға Назарбаева мен Нұралы Әлиевке өтті. Яғни бұл активтердің барлығы түптің түбінде Назарбаевтар әулетінің иелігінде қалды. Айта кету керек, Азаттық радиосының журналистері Дубайдағы әшкере болған жылжымайтын мүліктер туралы ауқымды зерттеу жүргізіп, үлкен іс тындырды. Сол материалдардан Дариға Назарбаеваның Рахат Әлиевтен қалған активтермен ғана шектелмей, одан бөлек те мол мүлікке ие болғанын көруге болады. Яғни елді тонау әлі жалғасып жатыр. Бұл ретте жақында ғана шу болған Астанадағы жеңіл рельсті транспорт ісін еске алуға болады. Оған қатысты сотта Нұралы Әлиевтің аты аталған жоқ, яғни ол жауапкершіліктен тыс қалды. Бірақ соған қарамастан оның елден 237 миллион доллар шығарып үлгергені белгілі. Қысқасы, елді тонау жалғасып жатыр. Өкінішке қарай Рахат Әлиев ісі әлі де өсіп, өркендеп жатыр деуге болады. И процветает, к сожалению, нашему большому сожалению. Вмешивались ли Рахат Әлиев пен Нұрсұлтан Назарбаевтың ортасындағы дау-дамайға ақштың сол кездегі билік араласты ма? Ал еуропалықтардың ұстанымы қандай болды бұл мәселеге? По этому вопросу. Но позиция европейцев... Еуропалықтардың ұстанымы өте қарапайым болды. Рахат Әлиев дипломатиялық иммунитетінен айырылған соң, Австрия мен Еуроодақтың басқа елдері оны Қазақстанға экстрадициялаудан бас тартқан соң, бермесең өзің сотта деген қағида іске қосылды. Сол себепті Рахат Әлиевке қатысты сот процестері Еуроодақ елдерінде өтті. Мысалы, Мальтада үлкен сот ісі болды. Біз оның Грекияда да жылжымайтын мүлкін тапқанбыз. Ақыр соңында Рахат Әлиев Австрияда түрмеге қамалды. Оған қатысты екі қылмыстық іс қаралды. Біріншісі жоғалып өлтірілген Нұрбанктың екі банкерінің ісі есіңізде болар. Екіншісі бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдиннің күзетшілеріне жасалған азаптаулар туралы іс. Айта кетейік, азаптау қылмыстарының ескіру мерзімі болмайды. Бұл істе Рахат Әлиев жеңілген. Вы знаете, кроме файлов Эпштейна еще существует... Сіз білесіз, Эпштейн файлдарынан бөлек тағы Wikileaks деген бар. Есіңізде шығар, ақштың Қазақстандағы елшілігінің дипломатиялық хат-хабары жария болған жайт. Сол құжаттарда да Рахат Әлиев мәселесі бірнеше рет көтерілген. Онымен не істеуге болатыны, қандай қадамдар қарастырылатыны талқыланған. Әрине, ол кезде ақш билігі бұл іске араласқан жоқ. Тіпті Нұрсұлтан Назарбаевтың жемқорлығы туралы Әлиев жіберген материалдарға қарамастан, ақштың құқық қорғау органдары, ФБР мен Әділет министрлігі ешқандай іс қозғаған жоқ. Яғни олар бұл жағдайдан толық шет қалды деуге болады. Барак Обама әкімшілігі кезінде аты жөні белгілі бірқатар конгрессмен Рахат Әлиевтің мүдделерін белсенді түрде қорғап, лобби жасағанына қарамастан билігі араласпай қалды. Которых нам, кстати, известно, лоббировали интересы Рахата Әлиева довольно сильно при Бараке Обама. Мой последний вопрос. Соңғы сұрағым болсын, сіздің ойыңызша, Рахат Әлиев пен Нұрсұлтан Назарбаевтың арасындағы дау-жанжалды әлі белгісіз, жұмбақ, жауапсыз күйде қалып отырған қандай сұрақтар бар? Загадочными и без ответа. Но таких вопросов много, да? Мұндай сұрақ өте көп. Мысалы, Қазақстан оппозициясы жетекшілерінің бірі болған Сәрсенбаевтың өлтірілуі, журналистер жақында жиі еске алған Нұрқаділовтың қазасы, сондай-ақ екі банкердің өлімі. Бұл іс әлі күнге дейін толық тергелген жоқ. Себебі сол банкерлер өлтірілген кезде банк ғимаратының ішінде Рахат Әлиевтің ұлы Нұралы Әлиев болған. Оның бұл оқиғадағы рөлі қандай? Осындай жауапсыз қалған сұрақтар өте көп. Егер Қазақстанда бас прокуратура шынымен тәуелсіз әрі тиімді жұмыс істесе, осы сұрақтарды жүйелі әрі сауатты түрде қоюға болар еді. Генеральная прокуратура. Серік мырза, рахмет сұхбат бергеніңізге, бізге уақыт тапқаныңызға рахмет, аман сау болайық. Будем на связи. Жаңа сұхбаттан көрдіңіздер, Серік Медетбек мырза Рахат Әлиевтің өзі ұлы Нұралы Әлиевке қатысты делінген даулы мәлімдемелерді атап өтті. Азаттық бұған дейінгі зерттеулерінде Нұралы Әлиев иелік ететін компаниялардың ресми поштасына және өзінің Инстаграм парақшасына осы фактілердің рас өтірігін сұрап сауал хат жіберген, бірақ одан жауап болмаған. Бішкекте ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының кезекті саммиті өтпек. 26-27 қарашаға жоспарланған жиынға ұйымға мүше мемлекеттер, яғни Қырғызстан, Қазақстан, Тәжікстан, Беларусь және Ресей президенттері қатысады, бірақ Армения саммиттен бас тартқан. Еске салсақ, ресми Ереван 2024 жылдан бері мүшелігін уақытша тоқтатып қойған. Алайда әлі күнге дейін ұйымнан ресми шықпаған.
Ресми бақтың жазуынша негізгі шара бейсенбіге белгіленген, ол күні сессияда қауіпсіздік мәселелері бойынша ортақ ұстанымды көрсететін декларация қабылданып, ұйымға мүше елдер арасындағы әскери саяси ынтымақтастықты кеңейту мәселесі талқыланбақ. Саммит қарсаңында Бішкекке алғашқылардың бірі болып Ресей президенті Владимир Путин жетті. Кремль жетекшісі Қырғызстанға мемлекеттік сапармен барды. Оны 25 қараша кешкісін Манас халықаралық әуежайында Қырғыз президенті Садыр Жапаровтың өзі сән салтанатпен қарсы алды. Әуежайда екі елдің туы көтеріліп, қарауыл сап түзеді. Осыдан соң президенттер жеңіс алаңындағы мәңгілік алауға барып гүл қойды. Жапаров пен Путин бүгін де кездесті. Президент әкімшілігі таратқан ақпаратқа сәйкес, тараптар екі ел арасындағы саяси және экономикалық ынтымақтастықты, стратегиялық серіктестікті нығайту бағыттарын талқылаған. Сондай-ақ бірқатар екі жақты құжатқа қол қойған. Владимир Путин Қырғызстандағы біріккен ресейлік әскери базаны аймақ тұрақтылығының негізгі фактор деп атады және екі ел арасындағы қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты ерекше атап өтті. Ресей мен Қырғызстан стратегиялық әріптестік пен одақтастықты тереңдету туралы бағдарламалық мәлімдеме және сауда, экономика, білім, миграция сияқты салалардағы бірнеше маңызды келісімдерге қол қоймақ. Соның ішінде Қырғызстанда Ресей көмегімен орыс мектептері де ашылмақ. Подчеркну, что Россия продолжит оказывать содействие повышению качества образования на русском языке. Мы регулярно снабжаем учебными пособиями местные школы и вузы. Кроме того, помогаем строить в Киргизии новые русскоязычные школы. Планируется, что первые 3 такие школы откроют свои двери в 2027 году. Всего же их будет 9 в разных регионах страны. Ресейдің ықпалы басым ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының басшылық құрамы өзгеріп жатыр. Енді бас хатшы қызметін бұған дейін орынбасар болған Қырғызстанның өкілі Талатбек Масадықов атқарады. Ол ресми түрде жұмысқа 2026 жылдың қаңтарынан бастап кіріседі. Бұған дейін осы лауазымды Қазақстанның ықпалды саясаткері, кезінде премьер-министр, әкім, елші сынды жоғары қызметте болған Иманғали Тасмағамбетов атқарған еді. Ол секретариат жетекшісі қызметіне 2023 жылдың басында кіріскен. Осы уақыт аралығында Украинадағы соғыс, батыс елдері жайлы Ресей риторикасымен үндес пікір айтып, қоғамның сынына қалған. Ал жақында украиналық Миротворец сайты оның аты жөнін базасына енгізіп, оны кемі 5 қылмыс жасады деп айыптады. Ресейлік фашист оккупанттардың сыбайласы, соғысты насихаттау, Ресей агрессиясын, Украина азаматтарын өлтіруді ақтау және жария түрде қолдау, Украинаның аумақтық тұтастығына қол сұғу әрі Ресей билігінің Украина мен оның азаматтарына қарсы қылмыстарына сыбайласу деген кінә таққан. Азаттық 18 қарашада Тасмағамбетовке сауалхат жолдап, айыптауларға не дейсіз деп сұраған, бірақ әлі жауап келген жоқ. Бұған дейін саясаткер Тасмағамбетов ресейшіл болып кетті деген мағынадағы сын пікірлерге келісім сөздің күші емес, зымыранның мысы басып тұрған мына заманда халықаралық әскери ұйымға туған елімнің атынан барып, қауіпсіздік үшін отқа, мүдде үшін суға түсіп жүрмін. Тұтас ойдан оймақтай сөзді жұлып алып, жаранға жар салатындар болған, бола да бермек деп жауап бергені бар. Енді өзге ақпарат. Бразилияның бұрынғы президенті 27 жыл түрмеде отыратын болды. Ал Финляндия Ресеймен шекарасында тұрғызған болат қоршаудың тағы бір бөлігін аяқтады. Тайвань да Қытайдан қорғану үшін қорғаныс бюджетін көбейтті. Жаһан жаңалықтарын Мейірім Бақытжан баяндайды. Бұл жұрт Бразилияның бұрынғы президенті Жаир Болсонарудың 27 жыл түрмеде отыратынына қуанып, тойлатып жатыр. Кеше 25 қарашада Бразилияның жоғарғы соты Болсонарудың ісін ресми түрде аяқтағанын хабарлады. Сот бұл соңғы шешім деп апелляциялық шағымын кері қайтарған. Қуанып жатқан адамдар Болсонару түрмеге бұл сенің сатқындығыңа жауап деп ұрандатты. Олар Болсонаруды қолдаушылармен дауласып та алды. Бразилия федералдық полициясының бас кеңсесі алдына бұрынғы президентті жақтаушылар да келді. Олар барлық саяси тұтқынға рақымшылық жасалсын деген плакат ұстаған. Өкінішке қарай біздің президент Болсонару федералдық полицияның бас кеңсесінде қамалғанын білдік. Оның 4 жылдық президенттік қызметінде жақсы жұмыс жасалды. Біз оның үкіметінде сыбайлас жемқорлық туралы дау болғанын естімедік. Сот жүйесінің кесірінен ол қазір федералдық полицияның бас кеңсесінде отыр.
apenas uma narrativa que foi criada. Бұрынғы президент өткен сенбі, яғни 22 қарашаға дейін үй қамақта отырған. Құқық қорғау органдары Болсонаруды бақылайтын білегіндегі құрылғысын бұзбақ болғанын анықтаған соң, оны дереу қамаған. Экс-президент мұны растады, бірақ қашып кету ойын болған жоқ деген. 70 жастағы Бразилияның бұрынғы президенті Жайр Болсонару биыл қыркүйекте 27 жыл 3 айға сотталған. Оған 2022 жылы сайлауда жеңілген соң әскери төңкеріс ұйымдастырмақ болды деген айып тағылды. Үкімдегі дерек бойынша, алайда ол әскерилердің қолдауына ие бола алмай, төңкерісті соңына жеткізе алмаған. Экс-президент айыпты жоққа шығарды. Адвокаттары әділетсіз үкім шықты, тағылған айып абсурд деген. Бразилиялық бақтың жазуынша, Болсонару қазір 12 шаршы метрлік камерада қамалған, онда теледидар, кішкентай тоңазытқыш және кондиционер бар. Финляндия Ресеймен шекарасының шығыс бөлігінде тағы бір жаңа қоршау учаскесін ашты. Бұл Кайну өңірінде салынған ұзындығы 18 шақырым болатын бөлік. Биіктігі 3,5 метр болатын қоршау болат тордан жасалған, үстіне тікенекті сым тартылған. Қоршау бойында қызметкерлер жүретін жол, камералар, сенсорлар, жарық пен дабыл қондырғысы бар техникалық бақылау жүйесі орнатылған. Осылайша, әзірше Ресей мен Финляндия арасында жиыны 53 шақырым болатын қоршау құрылысы бітті. Фин билігі 2023 жылы Ресейден келетін заңсыз миграцияны тежеу үшін шекарада жиыны 200 шақырым болатын қоршау орнатуды жоспарлаған. Оның құрылысы 2026 жылы бітуі керек. Финляндия мен Ресейді 1340 шақырым шекара бөліп тұр. 26 қарашада Тайвань президенті баспасөз жиынын өткізіп, қорғаныс бюджетін таныстырды. Қытайдан қорғану үшін қосымша 40 миллиард доллар бөлінгенін айтты. Президент Лай Цзиньдэннің айтуынша, Пекин билігі 2027 жылға қарай Тайваньды қарудың күшімен біріктіріп алуды мақсат етіп отыр. Пекиннің демократиялық Тайваньды Қытайдың Тайваньына айналдыруға бағытталған соңғы жан-жақты әрекеті еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне және Тайваньның еркіндігі мен демократиясына зор қауіп төндіріп отыр. Бұл күні Қытай Тайвань ісіне араласқан кез келген елді жойып тастайтынын ескертті. Бұған дейін Жапония демократиялық жолмен басқарылатын Тайваньға жақын аралға зымырандар орналастыру жоспарын жариялаған. Тайвань Қытайдікі. Біз ешқашан сыртқы күштердің Қытайдың ішкі ісі саналатын Тайвань мәселесіне араласуына жол бермейміз. Және Жапон милитаризмінің қайта жандануына ешқашан рұқсат етпейміз. Бізде ұлттық егемендігіміз бен аумақтық тұтастығымызды қорғауға, сондай-ақ сырттан болатын кез келген әрекетті болдырмауға деген берік, ерік жігер, мызғымас шешім және зор қабілет бар. Пекин мен Токионың қарым-қатынасы қарашаның басынан бері нашарлап кетті. Бұған Жапония премьер-министрі Санае Такаичидің сөзі себеп болды. Ол Қытай Тайваньға шабуыл жасаса, Жапония әскери жауап беруі мүмкін деген. Пекин Тайваньды өз аумағы деп санайды. Қажет болса, оны бақылауға алу үшін күш қолдану мүмкін екенін айтады. Ал Тайвань билігі бұл пікірге келіспейді. Олар Тайваньның болашағын тек Тайвань халқы ғана шеше алады деп санайды. Сәрсенбіде айтарымыз осымен тәмам. Өзге ақпарат сайтымызда, желідегі парақтарымызда. Азат Ньюске лайк басып, айтылған тақырыптарға орай салмақты, сауатты пікір жазып қойсаңыздар қуанып қаламыз. Сілтемесін бөліссеңіздер тіпті жақсы. Қайта көріскен аман сау болайық.